Қазақстан Республикасында жыл сайын шілде айының алғашқы жексенбісінде ұлттық домбыра күні аталып өтіледі. Бұл қазақ халқының қасиетті ұлттық музыкалық аспабы домбыраға арналған маңызды мәдени мереке. Ұлттық домбыра күні 2018 жыл ұлттық дәстүрлерді сақтау және дамыту жөніндегі мемлекеттік саясат аясында бекітілді. Мерекенің басты мақсаты қазақтың музыкалық мұрасын, әсіресе ғасырлар бойы халқымыздың рухани өмірін ерекше орын алған домбыра өнерін кеңінен насихаттау. Бүгінде бұл мереке Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі күйшілерді, музыканттарды, өнерпаздарды, ғалымдар және ұлттық өнерді қастерлейтін, барша жұртшылықты біріктіретін дәстүрлі мәдени оқиғаға айналды. Ұлттық домбыра күнінің мәдени және тәрбиелік маңызы зор. Ол қазақ халқының бай тарихи мұрасын дәріптеп, ұлттық бірегейлікті, отансүйгіштік рухты нығайтуға және жас ұрпақтың ұлттық құндылықтарға деген құрметін арттыруға ықпал етеді. Домбыра 1000 жылдық тарихы бар көне музыкалық аспап. Оның шығу тегі туралы қазақ халқында көптеген аңыздар сақталған. Солардың бірі бойынша аң аулау кезінде Шыңғыс ханның үлкен ұлы әрі сүйікті ұлы Жошы хан қаза табады. Бұл қаралы хабарды ханға жеткізуге емшінің батылы жетпейді. Өйткені сол кездегі дәстүр бойынша жаман хабар жеткізген адамға ауыр жаза қолданылып, тамағына балқытылған қорғасын құйылатын болған. Осы қиын жағдайда атақты күйші әрі шебер Кетбұға 3 күн ішінде домбыра жасап, ханның алдына келіп сөз айтпай-ақ мұңды күй арқылы Жошының қазасын жеткізеді. Хан музыкант емес домбыраны жазалауды бұйырып, оның шанағындағы тесікке балқытылған қорғасын құйғызады деген аңыз бар. Ғасырлар бойы қазақтың көшпелі өмірімен бірге жасап келе жатқан ерекше музыкалық жанр. 19 ғасырда қазақ күй өнерінің алтын қорын қалыптастырған ұлы күйшілер тұтас бір шоғыр өмір сүрді. Олардың қатарында Құрманғазы Сағырбайұлы, Дәулеткерей Шығайұлы, Тәтімбет Қазанғапұлы сияқты көрнекті тұлғалар бар. Олардың шығармалары бүгін күнде де ұлттық музыка өнерінің жауһары ретінде жоғары бағаланады. Қазақ халқы үшін күй жай музыкалық шығарма емес, халықтың тарихын, тағдырын, қуанышы мен қайғысын, арман мұратын жеткізетін рухани шежіре. Сондықтан күйшілік өнер ерекше құрметке ие. Ғасырлар бойы домбыра халқымыздың жан дүниесін, ой мен сезімін бейнелеп, ұлттық рухтың жарқын көрінісіне айналды. Осы себепті домбыра қазақ халқының баға жетпес мәдени мұрасы саналады. Ұлттық домбыра күні Қазақстан қоғамының ұлттық мәдениеті, салт-дәстүрлер және ұлттық бірегейлік сақтау мен жаңғырту идеясы төңірегіне топтастыру мақсатында енгізілді. Бұл күні әрбір адам домбыраның қоңыр үніне құлақ түріп, ұлттық музыкадан рухани нәр алып, ұлы күйшілердің шығармашылығына тағзым етіп, халқымыздың бай музыкалық мәдениетін тереңірек танысуға мүмкіндік алады. Домбыра жай ғана музыкалық аспап емес, ол халқымыздың рухани құндылықтарының сақтаушысы, бірлік пен келісімнің символы. Бұл мереке жас ұрпақтың өз тарихи тамырын тереңірек тануына, ұлттық салт-дәстүрді қастерлеуіне және домбырады орындау шеберлігін жетілдіруіне ықпал етеді. Ұлттық домбыра күні аясында белгілі домбырашылардың, академиялық өнер ұжымдарының және ақындардың қатысуымен ауқымды концерттік бағдарламалар ұйымдастырылады. Өнерпаздар дәстүрлі қазақ әндерін, күйлер және олардың заманауи өңделген нұсқаларын орындап, өз шеберліктерін көпшілікке паш етеді. Сонымен қатар жас музыканттарға, студенттерге және ұлттық өнерге қызығушылық танытқан азаматтарға арналған шеберлік сабақтары мен оқу-танымдық іс-шаралар өткізіледі. Бұл шаралар домбырада орындау шеберлігін дамытуға және ұлттық музыкалық мұраны кеңінен насихаттауға бағытталған. Мереке аясында түрлі байқаулар мен өнер фестивальдері ұйымдастырылады. Кейбір қазылар алқасы қатысушылардың орындаушылық шеберлігін бағалап, дарынды жас домбырашыларын талантырады және жай күй орындаушылық өнердің дамуына қолдау көрсетеді.
домбыраның шығу тарихын, қазақ халқының тұрмыс-тіршілігі мен мәдениетіне орнын кеңінен насихаттауға ерекше көңіл бөлінеді. Сондай-ақ дәрістер, кездесулер мен ғылыми конференциялар өткізіліп, ұлттық музыкалық мұраны зерттеу мәселелері талқыланады. Домбыра қазақ халқының рухани өмірінде айрықша орын алады. Ол ертеден қазақтың халық әндерін, эпостық жырларын, дастандары мен аңыз-әңгімелерін орындауда, сондай-ақ мерекелерде, салт-дәстүрлерде және отбасылық рәсімдерде кеңінен қолданылған. Домбыра арқылы халқымыз өз ойын, сезім және жан дүниесін жеткізген. Қазақ халқы домбыраны әрдайым төрге ерекше құрметтеген. Ал күйші домбырада күй шалып, орындаушы өнер иесі әрдайым сыйлық қонақ болған. Домбырада күй орындау өнер ұрпақтан ұрпаққа халықтың тарихын, салт дәстүрін және рухани құндылықтарын жеткізген ең маңызды мәдени мұралардың бірі болып саналады. Қазіргі Қазақстанда домбыра өзінің ерекше маңызын сақтап, ұлттық мәдениеттің ажырамас бөлігі, мәдени бірегейлік пен халық бірлігінің символы ретінде бағаланады. Бүгінде елімізде домбырада ойнауды үйрететін көптеген музыка мектептері, студиялар мен үйірмелер жұмыс істейді. Біздің ауданымызда да балалар музыка мектебі жұмыс істейді. Ондағы домбыра бөліміне балаларға ұлттық аспап ойнауды тәжірибелі ұстаздар Айжан Молдағұлова мен Сат Жұмағанбетов үйретеді. Бұл бөлімнің оқушылары облыстық, республикалық және халықаралық деңгейдегі түрлі байқауларға тұрақты түрде қатысып, жүлделі орындарға ие болып келеді. Ұлттық домбыра күні тек музыка мерекесі ғана емес, қазақтың ұлттық музыкалық дәстүрін сақтау мен жаңғыртуға бағытталған маңызды мәдени оқиға. Бұл мереке әртүрлі жастағы және түрлі мамандық иелерін біріктіріп, дарынды оқушылардың шығармашылық әлеуетін дамытуға және ұлттық мәдени мұраны кеңінен насихаттауға ықпал етеді. Ұлттық домбыра күнін атап өте отырып, қазақ халқы өзінің ата-баба дәстүріне деген адалдығын, ұлттық мәдениетті сақтап, оны заман талабына сай дамытуға деген ұмтылысын айқын көрсетеді.